Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Нурик. Бүгін бізде «Война динозавров» киносына шолу жасайтын боламыз. Видео басталмас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып қолдап жіберсеңіздер. Көптеген адамдар айдағарлардың заманы өткен деп ойлайтынын. Бірақ шын мәнінде айдағарлар заманы енді ғана бастаған болатын. Әр 500 жыл сайын тылсым рухани күші бар бір әйел дүниеге келеді. Ол жыланды ең құдіретті айдағарға айналдыра алатын қабілетке ие. Жыланның табиғаты әлемнің тағдырын анықтайды. Егер жылан жақсылыққа қызмет етсе, ол бүкіл ғаламды қорғайды. Ал егер зұлым болса, әлемді құртуға пайдаланады. Енді сол рухтың оянатын уақыты келген болатын. Келесі көрініс Лос-Анджелестегі апат орны. Жерде алып шұңқыр пайда болған. Бірақ себебі белгісіз. Бір ер адам оны әкетіп бара жатқанда жыртқыш тірілді деп айқайлайды. Бірнеше полиция қызметкері оқиға орнын тексеріп, айғақтар жинап жүреді. Осы кезде Этан Кендрик есімді тілші келіп, жерде пайда болған қабыршақ тәрізді ізі бар бейне жазба түсіреді. Этан кеңсесіне оралғанымен, сол іс туралы ойлаудан арыла алмайды. Бұл оған бала кезінде ұстазы Джек айтқан оқиғаны еске салады. 15 жыл бұрын Этанның әкесі оны Джек есімді адамның антиквариат дүкеніне алып барған. Сол жерде Этан дәл сол қабыршақты және бір қораптан шыққан жұмбақ жарықты көрген. Қорап ішінен шыққан түтін Этанды жауып кетеді. Ал Джек не болып жатқанын түсініп қалады. Ол жүрегі ұстап қалғандай болып, Этанның әкесін дәрі әкелуге жібереді. Өйткені Этан мен жеке сөйлескісі келеді. Сол кезде Джек оған Имуги туралы аңызды айтып береді. Имуги бұл аспанда ізбасарлармен бірге өмір сүретін мистикалық жаратылыстар. Әр 500 жыл сайын бір Имуги өз игі істері үшін марапатталып, басқа барлық айдағарлардан қуаттырақ аспан айдағарына айналу мүмкіндігін алады. Бірақ ол үшін Имуги көктен Уи-Джу атты сыйды алуы керек. 500 жыл бұрын да осындай мүмкіндік болған. Алайда, Бараки есімді зұлым Имуги Уи-Джуды өзіне алып, дүниеге зұлымдығын таратқысы келген. Аспан оған бұл күші берілмесін деп, Уи-Джуды жерге жібереді. 1057 жылы Уи-Джу Кореядағы шағын ауылға қонады. Аспан оны Баракиден қорғау үшін Бокум және шәкірті Хирамды жібереді. Бараки Уи-Джудан бас тартпайды. Сол кезде Нерен есімді қыздың иығында ерекше таңбамен дүниеге келуі оның Уи-Джудың иесі екенін білдіреді. Нерен 20 жасқа толғанда Уи-Джу толық қалыптасады. Бокум Хирамды Неренді қорғауға үйретеді және оған медальон береді. Кейіннен Хирам мен Нерен бір-біріне ғашық болады. Нерен 20 жасқа толған күні Баракидің әскері ауылға шабуыл жасап, оны ұрлап кетпек болады. Олар бүкіл ауылды қиратып, қарсы шыққандардың бәрін өлтіреді. Солдаттар әр қыздың иығын тексеріп, Неренді табады. Олар оны алып кетеді. Бірақ Хирам құтқарып, екеуі бірге Сарқырамаға қашып кетеді. Бокум Сарқырамаға жеткенде, жерде Хирамның медальонын табады. Нерен мен Хирам бірге қашып кеткен. Бараки олардың соңынан өзі түседі. Екеуі жартастың басына жеткенде, ұсталып қалмау үшін жартас басынан секіріп, өз-өзіне қол жұмсайды. Бараки енді Уи-Джудың қайта дүниеге келуін 500 жыл күтуге мәжбүр болады. Осы аңызды айтып болған соң, Джек Этанға өз қолындағы таңбаны көрсетіп, өзі Бокумның қайта туған бейнесі, ал Этан Хирамның реинкарнациясы екенін айтады. Содан соң оған сол медальонды беріп, үнемі өзімен бірге алып жүруді тапсырады. Уи-Джу иесі бұл өмірде Сара есімді қыз болып қайта туған. Оны тауып, Баракиден қорғау керек. Қазіргі уақытқа оралсақ, Этан кеңседе отыр. Ол әріптесі Брюсқа иығында айдағар таңбасы бар Сара есімді қызды табуды сұрайды. Брюс күліп, Лос-Анджелесте мыңдаған Сара бар, дейді. Келесі көріністе Сара жаттығу залында спортпен шұғылданып жатады. Ол құрбысымен бірге жаңалықтарды көріп, Этанның сол таңертең табылған қабыршақ туралы репортажын байқайды. Бұл жаңалық Сараны мазасыздандырады, ол жаттығу залынан асығыс шығып кетеді. Осы кезде агент Фрэнк Пински қабыршақтың табылуын зерттеп жүрген ғалыммен кездесуге барады. Ғалымдар бұл қабыршақтың гауһар тастан да қатты екенін және ежелгі жорғалаушыға тиесілі екенін анықтаған. Бірақ мұндай затты бұрын соңды ешкім көрмеген. Сондықтан оның қайдан шыққанын ешкім білмейді. Сараның ішкі түйсігі оған бір қауіпті сезіндіреді. Құрбысы Бренди оны жай ғана жаңалық әсер етті деп ойлап, көңілін аулау үшін бірге серуендеуге шақырады. Кешкі уақытта үш бұзақы Сараны көшеде мазалайды. Кенеттен Джек пайда болып, бірнеше секунд ішінде оларды сұлатып түсіреді, кетіп қалады. Басқа жерде, хайуанаттар бағында бір қызметкер зұлым Имуги Баракиді көреді. Бараки пілді аспанға лақтырып жібереді. Оны алыстан қара киінген жұмбақ адам бақылап тұрады. Қорыққан күтуші тілсіз қалады. Сара енді полиция бөлімшесінде
бұзақыларды кім ұрып соққаны туралы түсіндіріп отыр. Бір тілші оның суретін түсіріп, оқиға жайлы жазғысы келеді. Бұл тілші Этанның әріптесі болып шығады. Этан Сараның суретін көріп, оның иығындағы татуировканы байқайды. Ақыры ол Юи Джуды алып жүрген қызды табады. Түнде Сара түсінде біреудің өзін өлтірмекші болғанын көреді. Ояна сала кеудесінде қатты ауырсыну сезіп, 911-ге қоңырау шалады. Жедел жәрдем оны ауруханаға алып кетеді. Сол кезде Бренди мен оның жігіті Сараның үйіне барып, киімдерін жинап ауруханаға апармақ болады. Алайда олар үйде алып жылан Баракимен кездесіп қалады. Бараки Брендиді бір-ақ сәтте өлтіреді де, Сараны іздеуді жалғастырады. Қара киімді адам, Баракидің генералдары сол жерде де болады. Келесі күні Этан мен Брюс Сараның үйіне келеді. Онда Брендидің өліміне байланысты тергеу жүріп жатады. Олар Сараның ауруханада жатқанын біліп, бірден соған барады. Этан Сарамен кездесіп, оған көмектескісі келетінін айтады. Алайда, осы сәтте Бараки аурухананың айналасын торуылдай бастайды. Этан мен Брюс оны ауруханадан алып кетіп үлгереді, бірақ жолда генерал бөгет жасайды. Оларды көлікпен келген Джек құтқарып қалады. Фви Баракидің ауруханаға жасаған шабуылын тергеп, жыланның Сараны іздеп жүргенін анықтайды. Агент Фрэнкке бастығы Сараны тауып алған жағдайда өлтіруді бұйырады. Өйткені тек солай ғана Баракиді тоқтатуға болады. Осы уақытта генерал Баракидің армиясын Атрокс әскері деп аталатын жасақтарды шақырады. Олар ежелгі тіршілік иелері, ұшатын айдағарлар мен тағы басқа мақұлықтардан тұрады. Джек Этан мен Сараны жағажайға апарып тастайды. Олар одан кейін Этанның психолог досының үйіне барады. Дәрігер Сараны гипноздап, оның бұрынғы өмірін сұрайды. Сара нерем болған өмірін еске түсіреді. Хирамға, яғни бұрынғы Этанға ғашық болғанын айтып береді. Кенеттен Сараның ішінен көкшіл жарық шығып, ол ауада қалықтай бастайды. Этан оны тыныштандыруға тырысады. Алайда Бараки олардың орнын тағы тауып алады. Екеуі көлікке мініп, алып жыланнан қашады. Олар одан сытылып кетіп, Брюске қоңырау шалады. Үшеуі мейрамханада кездеседі. Брюс оларды қауіпсіз жерге жеткізу үшін тікұшақ дайындап қойған. Сол жерде Джек Этанға келіп, Сараны сарқырамаға апаруды сұрайды. Онда тек жақсылық жолындағы Имуги ғана Юи Джуды ала алады. Бірақ бұл Сараның өмірін қиюды білдіреді. Сондықтан Этан бұған келіспейді. Кенеттен Бараки мейрамханаға жақындап, Этан мен Сара қашуға мәжбүр болады. Жылан қалашінде оларды қуалап, жолындағының бәрін қиратады. Екеуі зәулім ғимараттың төбесіне көтеріліп, тікұшаққа мініп үлгереді. Алайда ұшып үлгермей, алып жылан ғимаратқа өрмелеп келіп, тікұшақты аузына салып тастайды. Этан мен Сара тікұшақтан секіріп, төбеде қалады. Тікұшақ жерге құлап, жарылып кетеді. Билік бұл жағдайды төтенше жағдай деп бағалады. Баракимен күресуге бірнеше әскери тікұшақ жібереді. Олар жыртқышқа оқ жаудырып жатқанда, Этан мен Сара қашып құтылады. Әскери тікұшақтар жыртқышты ғимараттан қалайда түсіріп тастайды. Бірақ бірден Атрокс әскері шабуыл жасайды. Айдағарлар отряды сарбаздарға қарсы шабуылдап, оларды тез жеңіп шығады. Ауыр әскери танкілер Атрокс жауынгерлерімен шайқасады. Бірақ бұл мақұлықтармен тең келмейді. Агент Фрэнк пен оның серіктесі Кэмпбелл Этан мен Сараны тауып алып, қауіпсіз жерге апарады. Алайда, сол жерге жеткен соң, Фрэнк кенет Сараға қаруын кезейді. Ол оған Сараны өлтіру бұйрығын алғанын айтады. Бұл ғана Баракиді тоқтата алады. Бірақ Кэмпбелл Фрэнкті атып тастайды, Сараны өлтірмес үшін. Ол Баракидің әр 500 жыл сайын қайта оралуын тек Сара ғана тоқтата алады деп сенеді. Этан мен Сара көлікке отырып, қаладан қашып кетпек болады. Бірақ Атрокс әскері оларды тауып алады. Сөйтіп, екеуі тұтқынға түсіп, Баракидің ордасына жеткізіледі. Этан бағанаға таңылып, Сара Баракиге Юи Джуды жұту үшін дайындалады. Айналаларында Атрокс әскері толып тұр. Енді қашып құтылар жол жоқ. Генерал Баракиді шақырады. Ол Сараға қарай жақындап, Юи Джуды алмақ болады. Алайда, сол сәтте Этанның тұмарынан жарық жанып шығады. Тұмардың күші күшейіп, күшті жарық толқыны Атрокс әскерінің бәрін жойып жібереді. Олар шаң тозаңға айналып кетеді. Бірақ генерал мен Бараки аман қалады. Генерал Этанға шабуыл жасайды. Бірақ тұмардан шыққан электрлік күш оны да өлтіреді. Енді ашуға булыққан Бараки Этан мен Сараға шабуыл жасайды. Бірақ кенет көктен түскен жақсы Имуги оны тоқтатып қалады. Екі жылан бір-бірімен шайқасып, айналада шоршып арпалысады. Олардың күш қуаты мен шапшаңдығы тең түседі. Бірақ ақыры Бараки жақсы Имугиді жеңіп, Сараға қайта жақындайды. Сара енді ешқандай үміт қалмағандай сезінеді. Ол тағдырын қабылдап, Баракиге қарай беттейді. Осы сәтте оның иығындағы татуировкадан жарық атып шығып, ауада қалқып тұрған сиқырлы шар Юи Джу пайда болады. Бараки оны жұтып қоймақ болғанда, Сара оны басқара алатын адам ретінде
Үи Джуды жақсы имуги жаққа лақтырып жібере. Жақсы имуги Үи Джуды жұтады да. Бараки армандаған құдіретті айдағарға айналады. Сара жерге құлап, есінен танып қалады. Айдағарға айналған жақсы имуги енді Баракиден 1000 есе мықты. Ол Баракиді оңай жеңіп, жерге соғып жібереді. Айдағар көкке қайта көтеріле бергенде, Бараки оның құйрығынан ұстап алады. Айдағар оған от шашып, ақыры Баракиді толықтай жояды. Одан кейін Этан мен ес түсіп жатқан Сараға жақындайды. Айдағар аузынан Үи Джуды қайта шығарады. Сараның денесі сиқырлы түтінге айналып, мәңгілік болмысын бейнелейтін пішінге енеді. Ол Этанға: «Біз әлі бір күні қайта жолығамыз», деп айтып, Үи Джудың ішіне сіңіп кетеді. Құдіретті айдағар Үи Джуды жұтып, көкке, аспанға ұшып кетеді.